тақырыбымыз білім беруде ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану. Бұнда қарастыратын мәселеміз бірінші ақпараттық коммуникациялық технологияларды оқыту мен оқытудағы рөлі, бағдарламалармен жұмыс жасау, интернет желісін пайдалану, онлайн тест құра білу, яғни жұмыс жүргізу әрекетіне сәйкес қызмет ету. Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру қажет екендігі белгілі. Соның ішінде 21 ғасыр бұл ақпарат ғасыры, яғни қоғамдағы барлық қажетті технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дүниені танып білу, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір деп отырмыз. Білім беру үдерісін ақпараттандыру, жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлға ретінде бағыттап оқыту, мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу тәрбие үдерісінің барлық деңгейінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді. Қазіргі білім беру жүйесіндегі өзгерістер жалпы жаңа стандартқа негізделген. Соңғы уақытта оқытудың тиімділік жолдарын қарастырып, ұстаздар осы жаңа айтылған жаңа модульдік жүйеге көшуде. Яғни әлемдік деңгейде роботехника бойынша нанотехникаларды дамытуға қолдану және оны қолға алу. Сол себепті оқытуда ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану оқытудың бүгінгі күнде ажырамас бөлігі немесе бөлшегі деп отырмыз. Ақпараттық коммуникациялық технология бұл электрондық есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерлерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интернеттерді, құралдарды қолдануға, интернетпен жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламасына негізделген іс-әрекет болып табылады. Ақпараттық коммуникациялық технологияның педагогтың мүмкіндігін күшейте отырып, ол мұғалімді әрине алмастыра алмайды. Компьютер мүмкіндіктері психология мен дидактика тұрғысынан талданып, керек кезінде педагогикалық талаптарға сай қолданылуы керек. Сонымен бірге интернет ресурстарды пайдалана отырып, зерттеушілік жұмыстар атқарылады, онлайн жүйесінің тапсырмалары орындалады екен. Ақпараттық коммуникативтік технология дегеніміз не? Ақпараттық коммуникативтік технология дегеніміз ол электрондық есептеуіш техникамен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерлерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, сонымен бірге интерактивті құралдарды қолдануға, интернет желісімен жұмыс істеуге, компьютерлік тұрғыда жаңағы оқыту бағдарламасын іске асыруды көздейді екен. Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беру қажеттенуді көздейді, немесе жетілдіруді көздейді. Ақпараттық коммуникативті технологиялардың бірі, яғни білім беру саласында жүйелі үйлесімді пайдалану, сонымен бірге оқушылардың шығармашылықпен жұмыс істеуге негіздеп, өзіне қажетті мазмұны мен мәліметті ақпарат көзінен таңдап, талдап білуін үйретеді. Ақпараттық коммуникативті технологияның, яғни келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына қол жол ашатын педагогикалық психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы өте зор. Себебі бүгінгі күнде ақпарат ғасыры барлық бастауыш сынып оқушылары ақпараттық коммуникациялық технология дегеніміз не, ол туралы түсінігін қалыптастырып, сонымен бірге оқу мазмұнын іске асыру барысында осы ақпараттық коммуникациялық технологияларды жүйелі қолдану жұмысын жүргізудеміз. Осы аталған ақпараттық коммуникациялық технологиялардың мүмкіндіктері мен мақсаттарын бізге бүгінгі таңда оны бастауыш сынып әдістемесіндегі қолдау бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді. Олар үдерісін жаңа білім негізінде бір негізгі мазмұнда құруға мүмкіндік беретін оқудың жаңа педагогикалық технологиялық құрылымы ретінде өз-өзін тануға және оларды бірден танымдық іс-әрекетке баулитын танымдық құрал ретінде ақпараттық сауаттылықтарын қалыптастыру барынша тиімді ұйымдастыра отырып, ақпараттық қоғамда еркін әрекеттеуге баулитын әмбебап құрал ретінде іске асады. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды жүзеге асыру бүгінгі білім мазмұнының тиімді қолданып тұлғалық бағдарды оқыту сәтті жүргізу үшін мұғалімдер барлық жағынан ықпал ету, формаларын назарға ұстау қажет екен.
оқу үдерісін тиімді барынша қарқынды да жүйелі құру үшін оның нәтижесін бағалау және қатаң түрде анықтау, дер кезінде түзету енгізіп жүргізу, жеке амал тәсілдерді, бағдарламаларды жасақтау, сонымен қатар ақпараттық коммуникациялық технологияларды оқытудың тиімділігі, өлшемділіктер мен педагогикалық технологиялардың, педагогикалық психологиялық көрсеткіштердің жетістіктерін ескеру қажет екен. Оқыту мен оқытуда ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалануда бірінші мынандай негізгі 5 аспект іске асырылады. Бірінші көрсетілім арқылы, екінші модельдеу арқылы, бағалау мен талдау арқылы, ұсыну, қайталау, ұсыну, қарым-қатынас арқылы және құптау, тестілеу арқылы. Ақпараттық коммуникациялық технологияларын іске асыру бұл әрине оқыту арқылы іске асады. Дидактикалық, яғни сабақтың оқу материалының дайындау, компьютерлік бағдарламасын талдау арқылы, әдістемелік, яғни тақырыпты беруде ақпараттық коммуникацияны қолдану әдістемесін анықтау, сабақтың нәтижесін талдау, келесі оқу мақсатын қою. Одан кейін ұйымдастырушылық, оқушының шамадан тыс жүктелуін және уақытты тиімсіз өткізілуін болдырмайтындай етіп, жұмысты ұйымдастыруымыз қажет екен. Енді ақпараттық коммуникациялық технологияның тиімді жақтары бұл оқушыларды тақырып бойынша өз ойларын білдіруіне толық мүмкіндік береді. Одан кейін оқушылардың басқа адамдарда түрлі идеялардың болатындығын түсінуіне көмектеседі. Одан кейін оқушыларға өз идеяларын дәлелдеуге көмектеседі. Мұғалімдерге оқушыларды оқыту барысында олардың оқушыларды қандай деңгейде екендігін түсінуге көмектеседі. Әрине тиімді жақтармен кейде тиімсіз жақтарда кездеседі. Яғни онда техникалық ақылықтардың болуы, уақыттың жетіспеушілігі, ақпараттың нақтылығы мен тексерістерден өтпегендігі туралы. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды іске асыруда оқушылар қандай жұмыстар жүргізіледі? Әрине өздіктерінен сабаққа дайындалады, интернет желісі арқылы ақпарат мәліметтер жинайды, сонымен бірге салыстырады, анализ жасайды, синтездейді, немесе дайын күйіндегі материалды алу арқылы өзінің жаңағы оқып, танысу арқылы білімін жетілдіреді. Жалпы жан-жақты дамуына әрине жаттықтырады. Бұл әрине балалардың бүгінгі күнде ақпараттық коммуникациялық технологияларды тиімді қолданған оқушы, оның тек қана теориялық дайындығымен қатар, оның шығармашылыққа, ғылыми ізденісіне үлкен мүмкіндік тудырады екен. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдануда әрине біз сабақта компьютер, интерактивті тақта, немесе планшет, мультимедиялық сабақтарда ұйымдастыра аламыз екен. Соның ішінде енді қазіргі кезде интерактивті тақта қалай іске асырамыз? Оның жалпы оқытушы үшін және оқушы үшін қандай тиімді жақтары бар дейтін болсақ, әрине интерактивті тақта бұл компьютердің қосымша құрылғыларының бірі, және де дәріс берушіге және баяндамашыға белгілі бір құрал болып есептеледі. Себебі ақпаратты дер кезінде бере алады, тез арада тақта арқылы көрсетеді, яғни немесе жаза алады, құрап алады. Ол оқытушыға да, жаңа оқушыға да әрине тиімді жақтары өте көп. Сонда интерактивті тақтамен жұмыс істегенде, ол заттар мен құбылыстардың өзіне тән жаратылыс бітімін, сыр сипатын, сезім мүшелері арқылы көзбен көріп, қолмен ұстап, құлақпен естіп, қабылдауға бағытталған, яғни дидактикалық үдеріс болып табылады. Бұл технологияларды негізі жалпы пайдаланудағы негізгі мақсатымыз оқу процесін іске асыруда жаңашылық, яғни жаңа әдіс тәсілдерді қолдану, жаңашылық енгізу. Одан кейін сабақты қызықты етіп өткізу арқылы оқушыларға деген сенімділікті арттыру, білім сапасының көтерілуіне жағдай жасау, оқу процесінің сапасын арттырады, пәнаралық байланысты тереңдетуге ықпал етеді, қажетті ақпараттарды іздестіру, ойлану және сонымен іс-әрекет жасауды іске асырады. Оқушы заман талабына сай жан-жақты дамыту арқылы ақпараттық қоғамда өмір сүруге байланысты өз-өздерін икемдейді, даярлайды. Одан кейін коммуникативті қабілеттері дамиды. Өздіктерін ізденуге, шешім қабылдауға бағыттап іс-әрекет жасайды екен. Осы пәнаралық байланыс арқылы олардың білім негізі
дамиды, қалыптасады, сонымен бірге жалпы ақпаратты танып білуіне үлкен көмек көрсетеді екен. Сонда ақпараттық сонымен бірге сауаттылығы, ақпараттық мәдениеттілігі қалыптасады, ақпаратты жолмен бірге өңдей білуге үйренеді екен. Ақпараттық коммуникатив технологияны оқу тәрбие үдерісіне енгізуде мұғалім үшін тиімділігі неде? Бірінші, сабақты тартымды түрде қызықты етіп өткізуге мүмкіндік туады. Себебі егер де интерактивті немесе жаңағы мультимедиямен өткізген сабақ кезеңінде оқушылар басқа мәселемен, басқа нәрсемен айналыспай, өте танып қызығушылықтары өте жоғары болады. Сонымен бірге оқушы өз бетімен жұмыс жасауға өздерін дайындайды екен, іс-әрекет көрсетеді екен. Немесе аз уақыт ішінде жаңа көп білім беріледі, сонымен бірге уақыт үнемделеді осы арқылы. Одан кейін шығармашылық жұмыстар жасайды. Әрине, сонымен бірге қашықтан білім беру мүмкіндігі туады. Енді бүгінгі күнде өзімізге белгілі барлық білім беруді оқытуда қашықтан оқыту жүйесі енгізіліп іске асып жатқандығы. Осы әрине бүгінгі көптеген қиындықтармен бірге оның қазір кезде тиімділігі, жақсы нәтиже жетіп жатқандығы да барлығымызда күнделікті сабақ барысы арқылы көріп отырмыз. Бірақ енді бастауыш сынып оқушылар үшін қашықтан білім беру деп алғашқыда өте жаңағы кейбір проблемалар болғандығы белгілі. Одан кейін оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге ықпал етеді екен. Одан кейін оқушылардың танымдық қабілеттері қалыптасады, жалпы тәрбие беруге, сонымен бірге білім оқу мен тәрбиенің байланыстық негізі іске асады. Сонымен бірге оқу-таныс қосымша мәліметтер жинақтауға үлкен көмектеседі. Мысалы, әрбір сабаққа дайындалған мұғалім осы ақпараттық коммуникациялық технология арқылы, интернет желісі арқылы көп мәселелерді өзінің сабағына қажетті материалды жинақтау арқылы, яғни шығармашылығына сәйкес ізденіп, шығармашылық жағынан дамып, жетіліп, яғни көп мәліметтер алады екен. Енді ақпараттық технология, яғни ізденімпаздыққа үйретеді деп отырмыз. Сондықтан бүгінгі компьютерлік ақпараттық заманда барлық оқушылар ақпараттық коммуникациялық жетілген жағынан, жетілген құзыреттілігін арттырып, осыны қолдану немесе пайдалану арқылы кез келген жағдайда өзін қалыпты дамытуға ықпал етіп, нәтижеге жетуге іс-әрекет жасайды. Сонда бүгінгі заман талабына сай жаңа технологиялармен сабақ жүргізуде ақпараттық коммуникативті технологиялардың пайдасы өте зор, яғни өте тиімді. Себебі дәстүрлі оқытумен салыстырғанда бұл актіні қолдану қазіргі білім беру мен ақпараттық кезеңде өте жаңалыққа немесе жаңа мәліметтерді іздеуге, жаңа мазмұнды іске асыруға бағыттап жұмыс жүргізеді. Яғни бұл әрбір оқушының да, мұғалімнің де оқуға деген ынтасын, сонымен бірге жан-жақты жетілуіне ықпал етіп іске асырып отырады екен. Дәстүрлі білім берумен қатар қазіргі білім беруде және ақпараттық коммуникацияларды негіздеген дәстүрлі емес оқыту амал тәсілдерді кеңінен қолдануға бастап отыр. Бұл интернет технологиялар немесе электрондық білім беру негізделген ашық және қашықтан оқыту жүйелері екен. Білім беру саласындағы түрлі технологиялар бүгінгі күнде енгізілуде, бірақ солардың ішінде қажеттіліктерін таңдап, сабақта әр кезеңде тиімді қолданса, ол дұрыс нәтиже береді. Яғни мәселе технологияларды кеңінен пайдалану емес, мәселе тұлғаны нәтижеге бағыттай білу керек екен. Тұлғаны нәтижеге бағыттауымыз қажет. Яғни қазіргі таңда жалпы көптеген көрнекілік әдістермен қатар техникалық құралдарды қолдану осы ақпараттық коммуникация технологиялардың бірден бір жаңағы ерекшелігі болып табылады екен. Интерактивті құралдарды қолдануда бірінші әрбір оқушылардың сабаққа деген қызығушылығымен қатар көрнекі құралдарды қолдану, жан-жақты жетілу, оқушының білім алуына жан-жақты ықпал ету, оң әсер беру, немесе түрлі ұқыпты немесе өз уақытында дер кезінде орындай білуге, сонымен бірге белсенділік көрсетуге, ынтымақтастық әрекетке баулып жүргізеді екен.
Бүгінгі таңда мектептегі оқылатын барлық пәндердің барлығы осы ақпараттық коммуникациялық технологиямен байланысты іске асырылып жатыр. Себебі бұл оқыту процесінде компьютерлерді пайдалану әлде жаңағы мұғалімнің осы технологияны меңгеруіне байланысты. Кейбір мұғалімдердің әлде осы технологияны толық меңгермей, егер де осыған мән бермесе, бүгінгі талапқа сай оқу процесі жүрмегендік деп есептейміз. Сонда қазіргі кезде білім беру саласында оқытудың әртүрлі техникалық құралдардың пайдаланудың, яғни пайдаланбай іске асыру мүмкін емес. Яғни барлық жаңағы білім беру мазмұнын іске асыру бағытында қолданылатын технологияларды дұрыс іске асырса, яғни заман талабына сай мазмұнды жаңарту бағыттағы іске асырылса, бүгінгі күн басты міндет атқарылып жатыр деген болар еді. Қазір жағдайда, яғни жалпы білім беру жүйесінде жастарға білім мен тәрбие беру ақпарат негізінде іске асырылып нәтиже беріп жатқандығы, оған қол жеткізіп жатқандығымыз белгілі. Сонда ақпарат коммуникациялық технологияларды пайдалану бүгін оқушыға не береді? Немесе осы заманауи құрылғыларды қолдану арқылы жалпы оқушылар қалай дамып жатыр? Осы жалпы осы ақпараттық коммуникация технологиялардың жан-жақты жетілуі, бала үшін жан-жақты жетілуіне ықпал етумен қатар тағы да кері әсерлері бар ма? Немесе сабақта пайдалану кезінде сабақта пайдаланған кезде бұрынғы білім мен қазіргі білімін салыстырмалы түрде осы актінің маңызы немесе тиімділігі қандай деген мәселелерді жаңағы немесе ұжымдық бағытта кері әсер бермей ме акты, немесе тіл байлығына сәйкес кері әсер етпей ме деген мәселелер туралы жаңағы сөз қозғап сұраққа жауап іздеуімізге болады. Әрине бұл оқушыларды жеке ізденуіне, жеке мәлімет жинауына, немесе ақпарат алуына, ізденуіне, шығармашылық бағытта жұмыс жүргізуіне әрине жетелейді, бірақ жаңа тілдік қарым-қатынас, коммуникативтік қарым-қатынастың жаңағы жетілуіне әрине кері ықпал етуі мүмкін, кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан әрине ақпараттық коммуникациялық технологияларды әр жаңағы оқушылардың жас ерекшелігіне, сабақтың мазмұнымен, тақырыбымен мазмұнына сәйкес дұрыс ұйымдастырылса, ақпараттық коммуникацияның, яғни бала үшін жалпы білім алу мазмұнын іске асыру бағытында өте тиімді жақтары өте көп деп айтқан болар еді. Сонда жалпы бүгінгі ақпараттық қоғам дәуірінде жан-жақты жетілген, мәдениетті, сауатты, сонымен бірге жаңа ақпараттық технологияны пайдалана отырып іске асыруда біз өз сабағымыздың нәтижесін көре аламыз екен. Енді ақпараттық коммуникациялық технология туралы тағы студенттерге қандай тапсырмалар береміз? Осы жалпы бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктеріне байланысты қандай жұмыстар жүргізуге болады? Сонымен бірге әрбір пәнге байланысты ақпараттық коммуникациялық технологияны қолдануда тағы өздерінің жасаған жұмыстары туралы мәлімет жазып келулеріне тапсырма беруімізге болады.